Сосын тағы да айта кетейін достар, мына ауа райы күн салқындау болып тұр. Ауа райының салқындығы мына жеміс ағаштарына жақпайтыны бәрімізге белгілі. Бұл енді ауа райының салқындығынан жеміс ағаштарын кішкене болса да сақтау, қорғау мақсатында жеміс ағаштарын суғару керек. Біреулер айтып жатады, күн салқында суғаруға болмайды деп. Жоқ, керісінше, жеміс ағаштарын күн салқынында суғару керек. Неге дегенде, мына күннің, жердің беті қанша салқын болғанмен, қазір енді мына жердің асты жылы. Жердің асты жылы. Суғарғаннан кейін жердің астындағы жылылық тамырлар арқылы мына жоғары қарай бұталарға беріледі. Мысалға, өздеріңіз білесіз, мына жүзімдерді күзде қырқып, көміп тастап, көктемде ашып суғарғаннан кейін әр жерінен жоғарғы бұталарынан судың тамшылап тұрғанын бәріңіз де көрген шығарсыз. Сол енді ана тамырдағы ылғал сок дейміз ғой, жоғарыға қарай беріліп жатқаны. Сол сияқты мына жерді суғарсақ, жердің астындағы жылулық мына тамыр арқылы жоғары қарай бұтаға жоғары қарай беріледі. Бұл да кішкене болса да мына жеміс ағаштарын салқыннан қорғауға кішкене болса пайдасы тиеді достар. Осындай күн салқын, түнде күн салқын болады ау деген күндері жеміс ағаштарыңызды суғарыңыздар. Бұл да салқыннан, жеміс ағаштарыңызды салқыннан қорғауға аз да болса пайдасы тиеді достар. Каналға жазылыңыздар достар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайын. Аман сау болыңыздар.